Арасанға сапар. Біз таңертең шықтық. Апамды Құмар тәтемнің үйіне апарып тастадық. Сөйтіп жолға шықтық. Жолда мен қанша километр қалғанын телефонымдағы карта қолданбасынан қарап отырдым. Ұзақ жол, біздің қарнымыз ашып, жолда Дияр деген кафеге тоқтадық. Құралай екеуміз Бризоль, Кәусар, Фри, ал шешем Гөрі-ләгман, ал әкем атын білмеймін, бізге ішуге мохито, ал шешем мен әкеме еткен шай заказ бердік. Сосын қайтадан жолға шықтық. Мен километр есептеп отырдым. Жеткенде мен әйтеуір жеттік-ау деп айттым. Артыма қарасам, шешем, Кәусар, Құралай ұйықтап жатыр. Мен оларды ояттым. Сосын арзан Ярлик деген магазиннен Нұржігіт атама апаратын заттар алдық. Сосын өзімізге балмұздақ алдық. Сосын Нұржігіт атамның үйіне келдік. Нұржігіт атамның үйіне жүгіретін бар екен. Олар шай ішіп отырғанда мен соған жүгіріп жылдамдығын оңға қойдым. Сөйтіп өшір деп әкеме айттым. Сосын тоқтатты. Шай ішіп жатқанда Арасанға қашан барамыз деп қайта сұрадым. Сосын әкем машинаны оталдырып, дарбазаны аша бер деген, мен машинаны айдадым. Сосын әкем тоқта деді. Мен тормозды бастым да кілтті өшірдім. Сосын тағы магазинге кіріп, су, нан, тағы да басқа керекті заттар алдық. Сосын Арасанға жеттік. Оның ішінде Радуга деген бассейнге шомылдық. Сосын қайтадан атамның үйіне барып түнедік. Сосын таңертең шай ішіп шықтық. Радугаға енді келгенде Құралай менің көзіме ішінде су бар баклажканы көзіме лақтырды. Сосын көзім қанады. Қанады деп жатыр ғой. Қанап кетті. Қанады. Бассейнде 1-2 минут отырдым да бөлмеге кіріп ауырып кетті дедім. Сосын әкем мұз бас деді, бастым. Сосын шешем түріктерден қарастырып, мың тамыр деген жапырақты бассын деді. Бастым. Кішкене жазылды. Сосын бассейнге түстім. Одан кейін сол жердегі душқа түсірді. Сосын Алматыға шықтық. Нұржігіт атамның үйіне кішкене болып жолдан болды. Тәтемдікіне шай ішіп алдық. Сосын апамды Құмар тәтемнің үйіне алып шай ішіп, өзіміздің үйге сағат түнгі 1-де жеттік. Саяхатымыз өте қызықты болды.